Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, мынау сіздің армияңызда не болып жатқанын сіз білесіз ба? Мына армияда не болып жатыр? Аналар баласыз қалу керек па? Қыршын жастар өмірден озуы керек па? Бұл не деген армия? Мына армиядағы сіздердің қызмет жасап атқан қызметкерлеріңіздің деңгейі мынау жерде жерде тапталып жатыр ғой. Неге мұндай нәрселер болып жатыр? Неге бұл контрольға алынбайды? Министр мырзалар, неге бұлардың бәрі осылай қараусыз қалып қою керек? Аналар, балдарыңызды сіздер армияға жібермеңіздер. Біздің көзіміз жетті, біз сеніп, армия түзелді, баламызға еш нәрсе болмайды деп жібердік. Мінекей біз баламыздың мәйітін алып кеткелі отырмыз. Әскерге шақырылушы әскери бөлімде өлі табылды. Жамбыл облысындағы Матибұлақта әскери бөлім 01098 17 қыркүйекте 19 жастағы Дінмұхамед Шынарбек өлі күйінде табылды. Ресми нұсқа бойынша суицид, ал отбасы бұл нұсқаға сенбейді және әділ тергеу жүргізуді талап етеді. Бұл командир қателігі немесе жай ғана кездейсоқтық емес. Соңғы жылдары бейбіт уақытта Қазақстан әскерінде жүздеген жас қаза тапты. Бұл деректерді әскери ресми мәліметтер мен журналистік зерттеулер келтіреді. 2020 жылы шамамен 77, 2021 жылы 96, 2022 жылы 64, барлығы бірнеше жылда 230-270 адам. Көптеген өлім жағдайлары ауру, ЖКО немесе суицид деп рәсімделді, ал бірқатар істерде отбасы әлі күнге дейін нақты түсініктеме ала алмай жүр. Бұл неге орын алады? Өйткені жүйе қарапайым адамдарға арналмаған. Жабық билік вертикалі, сыртқа ашық бақылаудың жоқтығы, жанжалдарды жасыру әдеті және суицид деген жеңіл формулировканы қою, мұның бәрі әскерді қорғаныс орны емес, адамдарды сындыру алаңына айналдырады. Іс жүзінде бұл институционалдық жауапсыздық пен проблемаларды жасыру рәсімі. Бұған кім жауапты? Жауап жекелеген командирлерде емес, одан жоғарыда жатыр. Осы жүйені ондаған жылдар бойы қалыптастырып, қорғап келген Назарбаев пен Тоқаев, олар адам өмірін шығын материалға айналдырған жүйе үшін саяси жауапкершілікке ие. Жоғарғы билік жүйені және өз орындарын қорғап отырғанша, ресми нұсқалар қаза болғандардың отбасынан басқа бәріне ыңғайлы бола береді. Қазір не талап ету керек? Халықаралық сарапшылардың қатысуымен тәуелсіз, ашық тергеу. Дінмұхамедтің ісі бойынша жедел әрі жария есеп, қарулы күштерде қаза болғандардың барлығы жайлы толық әрі ашық статистика, себептерімен бірге, әскери және саяси басшылықтың жеке жауапкершілігі. Бұларсыз кез келген тексеру тек қана имитация болады. Шындық қазір қажет. Дінмұхамедтің туыстары қағазға жазылған құрғақ формулировка емес, нақты жауаптар мен енді ешкімнің үнсіз жаншылмауына кепілдік алуға лайық.